Біз қазір мектеп кітапханасына келе жатырмыз, себебі ол жерде өте қызықты іс-шара болып жатыр. Мектебіміздің кітапханашысы балаларға кітаптың қалай пайда болғаны жайлы айтып жатыр. Өте қызықты тақырып. Кедергі жасамайық. Чтобы книга была очень интересна для читателей. То есть художники изображают вот такие яркие, красочные картинки, да, чтобы детям было интересно читать. Кітапсыз адам өмірін елестету мүмкін емес. Әсіресе мектепте балалар күнделікті оқулықтары мен қосымша әдебиеттермен жұмыс жасайды. Алайда осы кітаптардың қалай пайда болғанын бірі білсе, бірі білмейді. Сол себепті мектеп кітапханашысы Самал Вахиденқызы оқушылар мен осындай танымдық іс-шара өткізіп жатыр. Сондағы мақсаты балаларды кітап оқуға қызықтыру екен. Сейчас запущен масштабный проект, который называется «Читающая школа, читающая нация». Целью данного проекта является формирование стремления, формирование статуса чтения, качества чтения и читательской активности. Сегодня я провела мероприятие. Целью моего мероприятия было формировать стремление к ежедневному чтению. Также было воспитать любовь к книге, бережному отношению к книге. В своем мероприятии были поставлены такие задачи, как привлечь детей к чтению и изучить читательскую активность, читательскую ситуацию в классе. То есть сегодня ко мне на мероприятие пришел 4 класс. Мектеп кітапханашысы оқушыларға кітаптың қалай пайда болғанын және оның өміріміздегі маңызын түсінікті етіп жеткізу үшін әртүрлі ойындар ойлап тапқан екен. Мысалға, кітаптармен байланысты жұмбақтар мен мақал-мәтелдер жасырып, ертегі кейіпкерлеріне қатысты сұрақтар құрастырған. Книга любит бережное отношение. Книга любит ласку. Книга любит яичницу. Балаларға ұнағаны сондай, олар әр сайыста белсенді болды. Ал мектеп кітапханашысы өте тапқыр оқушыларды ынталандырып, сыйлықтар таратып берді. Я тебе желаю также много читать, держи, много читать и также приходить также в библиотеку, хорошо? Мен Убакирова Динара Жасуланқызы, 4-ші сыныбында оқимын. Осы бүгінгі сайыс маған қатты ұнады. Біз сонда кітаптар жайлы көп білдік. Және де біз сұрақтарға жауап бердік, викторинаны ойнадық. Маған өте қатты ұнады. Менің аты жөнім Хакім Шыңғысхан, 4-ші сыныбым. Бүгінгі осы сайыс маған өте ұнады. Сұрақтарға жауап бердік, ойын ойнадық, кітаптар туралы көп білдік. Осы кітапханаға келіп, кітаптар алып оқыңыздар.